Мен Қазақбаева Айза Абдуминқызы, жалпы тәжірибелі дәрігер. Еліміздің барша тұрғындарын Қазақстан халықаралық достығы және бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Bir шаңырақ астындағы халқымыздың ынтымақтастығы мен өзара ауыз бірлігі нығая берсін, бірлік мәңгі жасай берсін. Құрметті жерлестерім, барлығымызды Қазақстан халқысы достығы және бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Менің ұлтым татар, бірақ мен өз ұлтымның салт дәстүрін білемін. Мен Қазақстанда өмірге келдім, өстім, өндім, білім алдым, және басқа да біраз үлкен жетістіктерге жеттім. Мен Қазақстанда тұрғаныма шексіз алғысымды білдіремін. Республикадағы ұлтаралық татулық әрдайым берік болсын, достық болсын. Қазақстан шаңырағы астында бейбітшілік пен бірлік мәңгі жасасын.